Кемшілік сыры. Халифа Омар Фаруқ Сирияға келген сапарында солтүстік аймақтағы Хумус қаласына ат басын бұрды. Ондағы ойы өзі сенім артып тағайындаған әкімнің жағдайын және халықтың ол туралы пікірін білу еді. Халифамен кездесуге қала халқы түгел жиналды. Халық әкімге жаппай ризашылық білдірді. Өтінішімізді мұқият тыңдайды, көмектесуге қашанда дайын тұрады деді. Бірақ оның ел түсінбейтін мінез құлықтары бар екенін де айтты. Таңертең қызметіне кешігіп келеді. Кешке қарай ешкімді қабылдамайды. Тағы қандай кемшілігі бар? Деп сұрады халифа. Айына бір күн қызметінде болмайды. Кейде есінен танып қалатын кезі де болады. Деп шағым білдірді жиналғандар. Мұны естіген халифа, сондай қалай болғаны? Мен елге басшы таңдауда қателестім бе екен? Саид ибн Амр теріс іске баратын адам емес сияқты еді. Әлде бұл жерде қандай да бір түсініспеушілік бар шығар, деп ойлады. Жамағат тарағаннан кейін халифа әкімнен айтылған шағымдардың себебін сұрады. Мәртебелім, деді Саид Омардың бетіне қипақтай қарап. Бұл жөнінде ешкімге айтпаймын деп едім. Бірақ шағым болғандықтан сізге оның сырын амалсыздан айтамын. Ол әуелі оң жағына, сосын сол жағына қарады. Сөзін жалғастырды. Менің үйімде қызметші жоқ. Әйелім көптен науқас. Сондықтан үй шаруасының көбін өзім істеймін. Балаларымның таңғы тамағын дайындаймын. Ал түнге қарай ешкімді қабылдамайтыным, күндізгі уақытымды халыққа арнаймын да, түнгілікті құдіретті Аллаға ғибадат етемін. Айына бір күн шықпай қалатыным да рас. Себебі өз киімімді өзім жуамын. Ауыстыратын басқа киімім болмағандықтан кепкенше тосамын. Ал енді ес-түссіз талып қалуыма келсек, ол бір аса қайғылы оқиғаға байланысты. Ол біраз үнсіз отырып қалды. Өңі бозарып, даусы қарлығыңқы шықты. Меккеліктер бір жазықсыз адамды дарға асты. Одан өзінің орныңа Мұхаммедтің асылғанын қалар ма едің? Деп сұрағанда, оның табанына қадалған шөгір менің маңдайыма қадалсын деп жауап берді. Мүшриктер оны бірден шейіт қылды. Мұның бәрі менің көз алдымда өтті. Мен жазықсыз жанды құтқара алмадым. Ол кезде өзім де мүшриктер қатарында едім. Алла менің осы күнәм мен қатыгездігімді ешқашан кешірмейді-ау деп қатты қайғырғанымда есімнен айрылып талып қаламын, деді ентіге дем алып. Халифа Омар Фаруқ пен оның жанындағылар Саид ибн Амрдың асқан жанкештілігі мен тақуалығына таң қалды. Көзіне жас алғандар да болды. Арада бірнеше ай өткеннен кейін халифа Омар Хумус қаласындағы кәріп-кәсірлер мен кедей кембағалдардың тізімін сұратады. Сонда тізімнің басында тұрған Саид ибн Амр деген есімді көріп таң қалып, бұл қай Саид ибн Амр? Деп сұрады халифа. Мәртебелім, бұл біздің әкіміміз. Ол нағыз кедей. Қолына түскеннің бәрін ең тұрмысы нашар дегендерге таратып береді. Қала адамдары. Халифа Омар әкім Саидтың қала халқы алдындағы сіңірген еңбегін бағалап, оған өз қажетіне жұмсасын деп 1000 динар жіберткізеді. Бірақ ол бұл жолы да бір пәлеге душар болармын деп және халықтың қамын ойлап қаражаттың бәрін кедей-кепшіктерге таратып береді. Мұны білген әйелі ренжіп, «Ей, қажетімізге жұмсауға аз да болса өзіңе алып қалмадың ба?» дегенінде Саид, «Өткінші дүниеге қызығып қайтесің. Одан да жәннаттың мәңгілік нығметтерін Алла өзі нәсіп етсін», деп ақырет күніне деген өзінің сенімінің беріктігін тағы бір көрсеткен екен.